Міне татарларның, біздің татарының деп айтем енді. Бір жыры бар, туған тіл деген. Бүгінгі күнде ол татарының гимні деп атала. Мен мұны енді кім башқаруындағына тыңламадым. Ансамбльде ішлегенде. Бұл жырның мен айтыр едім, мұңа бір енді қатта тауышта керек түгіл. Башта айттық беттігі мүнәжет деп. Шул мүнәжет енді ол. Бір қарасаң, дыханида сөйлей тұрған сөз. Әмма да ләкин, мұнда бір илахилық бар. Жырның бүйіклігі бар. Башта айта бит әллукиде, үй мұқаттас мұңлы сазым дейді. Туқай. Нақ мұндашы, үй мұқаттас туған тілді. Сен бір қойшанда үлешек түгілді. Шуңа көре мұны тауыш көрсетіп түгіл, русшаға айтсаң бұл убаю кивені деп атала. Убаю кивені. Ол тіліне зорларға әр милләтінің бар тілі, әр милләтінің өз тілі ол бүйік тіл. Шуңа көре әлік айтадар ебет, бүтін милләтті ешерге тиіш, оның тілі қолырға тиіш деп. Шушы милләттер орасында бұл біздің туған тіл дәрежелірек болып шықты. Милләт бітсе дәлі бұл жыр мәңгі қолашақ. Шүнке міне шуны бүтін ішкі дүнияңны салып, мұңа краскалар кіртіп, тігі топорны еттіріп, үй туған тіл, тәдәрәр тағына түгіл. Мұнда үй туған тіл, үй матур тіл, кеңдесін тілім, матурдасың, илахидансың. Шушыны үй туған тіл, үй матур тіл, әткәмін кәмнің тілі де. Әткәмнің де, әнкәмнің де тілісінде алып. Мұны милләтіне зорлайбыз бұл жыр білән. Біз мұны бүйіклікке көтереміз. Тілесе кім жырлай алатырған жыр түгіл. Мен дұрысын айтам. Әгер де жүрегі болмаса, әгер де чуаш айта бит, тушаң жоқ сенің де, зәңгір шәлді айта. Душасы керек. Мен өзімді жырлаған кіші болғаш мұны, мен өзім бұл жырны тыңлағанда, әм жырлағанда да бүтін ішкі дүниям дүрлеп тұра. Тәннәрімнен мурашкалар үша. Чөнки ол менің тілім. Ол матур тіл. Искиткіш тіл. Шул қадардығы матур музыка yazған, Азархан Ефиштаның обработкалары да шуңа көре. Бұл сабыйны юқлатып жиберу үшінде шул қадар. Аның орынлары бар. Әлли бәлли, әлли бәлли. Убаю көйт. Засыпайся. Вот в моем понятии это такая песня.